Бозатау районында халық һәм ауыл қожалығын тізімге алу мәселелеріне арналған семинар тренинг жүргенләштірілді. Нәубетте хабарымыз міне орнынан таярланған. Ләжда район хакимінің бірінші орынбасары, район статистика бөлімі басшылығы Хамзе махалле жетілігі ағзалары қатнасты. Семинар дауамында халық хақында толық һәм анық мағлуматларды жинау, шаңырақлардың құрамы, жаслар һәм кекселердің үлесі, халықтың бәнтілік жағдайы, миграция мәселелері, сондай-ақ ауыл қожалығында жерлерден нәтижелі пайдалану, шаруашылық һәм құсшылық көрсеткіштері бойынша мағлуматлар берілді. Халық һәм ауыл қожалығын тізімге алу бойынша 170-ші салма президент фарманы қабыл етілді. Бұл фарманға тегін Өзбекстан Республикасында 2026 жылы 15 январдан 28 февралға шейін халық һәм ауыл қожалығын тізімге алу өткеру белгіленген. Районымызда махалле жетілігін жинаған алда семинар өткерілді. Халықты тізімге алудың мазмұн мәнісі һәм ахаметі түсіндірілді. Семинар тренингтің текарға мақсаты халық һәм ауыл қожалығы тарауындағы бар болған мағлуматларды системалы түрде топлау, оларды талдау арқылы бұқаралардың тұрмыс дәрежесін және де жақсылауға қызмет ететұғын анық бағдарламаларды іздеп шығудан ібарат.